Құрметті оқырмандар, Бестау селолық кітапханасы латын әліпбиі өмір талабы атты информациялық мәлімет ұсынады. Латын әліпбиіне көшу заман талабы. Елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында біріншіден қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық деп айтқан еді. Қазақ жазуы тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткерді. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған араб графикасына негізделген төте жазу пайдаланылған. Еліміздің латын әліпбиіне көшуі ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық жер, екіншісі тіл, үшіншісі мемлекет және оның тарихы болу керектігі айқындалады. Ағартушы педагог Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрселердің ең қуаттысы тілі деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық не емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, бүгінгі компьютер заманында латын әліпбиінің үстемдігі бәрімізге белгілі. Электрондық поштамыздың, көлігіміздің нөміріндегі әріптер, төл құжатымыз да латын жазуларымен жазылған. Демек, латын әліпбиі бізге таңсық емес. Тәуекелсіз іс бітпек демекші, латын әліпбиіне көшу жұмыстарына жұмыла атсалысуымыз қажет. Қазақ тілінің әлемдік кеңістікте шарықтауы сіз бен біздің қолымызда.